Сәлеметсіздер ме? Өзге емес, өзім айтам, өз жайымда деп қасымша толғар болсам. Мен Жаңабергенова Мейрамгүл Сақидоллақызы, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы Ақшұқыр мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші, педагогика ғылымдарының магистрі. Мұғалімдік қызметтегі мендік мақсат қысқа нұсқа 3 ауыз сөзден тұрады. Ізденіс, тәжірибе, нәтиже. Таңның атысы, кештің батысы, шәкірттеріммен бірге білімнің биігіне, шығармашылықтың шыңына қадам басып келемін. Ұстаздық мен үшін тек мамандық емес, бұл миссия. Бүгінгі жаһандану дәуірінде шәкірттің тек білімді ғана емес, ақпаратты саралап, шынайы мен жалғанды ажырата алатын саналы тұлға болып қалыптасуы басты мақсатым. Осы тұрғыда өз тәжірибемнің өзегіне медиа сауаттылықты дамытуды қойдым. Сабақтарымда рафт, инсерт, медиа дебат сынды әдістерді қолдана отырып, оқушыларды ақпаратты сүзгіден өткізіп, дәлелді пікір айтуға баудым. Бұл олардың сыни ойлауын дамытып, таным көкжиегін кеңейтуге жол ашты. Мәселен, Асқар Алтайдың прописка шығармасын талдауда оқушылар желтоқсан оқиғасына қатысты деректерді зерттеп, бұрмаланған және шынайы ақпаратты салыстыра білді. Ақпарат детективі әдіс арқылы олар көркем мәтін мен тарихи шындықты қатар зерделеді. Медиа сауаттылықты дамыту бағытында жас тілші үйірмесін ашып, шәкірттеріммен бірге лицей жаршысы журналын шығарып келеміз. Арнайы әзірлеген веб-сайтым оқушылардың өз бетімен білім алуына жол ашты. Нәтижесінде оқу сауаттылығы бағытында 20-дан астам оқушым ұлттық тестілеуден жоғары нәтижелер көрсетті. Бұл жүйелі еңбектің айқын жемісі. Үздіксіз ізденісінің нәтижесінде биылғы оқу жылы осы тәжірибеммен республикалық педагогикалық идеялар панорамасы конкурсына қатысып, 2-ші орынды иелендім. Сондай-ақ, осы жұмысым Алтынсарин академиясының хабаршысы әдістемелік журналына жарияланып, республика педагогтеріне таратылды. Өз тәжірибемде оқуға құштар оқушы қалыптастыруға баса назар аудардым. Халықаралық ЮНЕСКО ұйымының ауылдық мектеп шамы жобасында 9 ай бойы осы бағытта зерттеу жүргіздім. Зерттеу барысында сыныпта көркем шығарма оқитын оқушылар үлесі 23% болса, зерттеуден соң 15%-ға артты. Бір кітап 3 жоба атты авторлық жобам арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыттым. Бұл тәжірибем ЮНЕСКОның халықаралық жинағына еніп, Алматы қаласында өткен форумда баяндама оқып, жоғары баға алды. Оқушыларымды зерттеу жұмыстарына қызықтыру тәжірибемнің бір бағыты. Нәтижесінде 3 бірдей ғылыми жобамыз республикалық ғылыми жобалар байқауларында 1-ші, 2-ші орынға ие болды. Тағы бір жобағымыз Мәскеуде өткен халықаралық байқаудан жүлдемен оралды. Бұл зерттеуде шәкіртім екеуміз геометриялық пішіндерді тілдік және мәдени таным негізінде зерделеп, тың көзқарас ұсындық. Аманбай Шынар есімді шәкіртіммен бірге Маңғыстау өңіріндегі руна таңбаларын зерттеп, Таңба Кезет электронды платформасын құрастырдық. Бұл жоба республикалық кезеңде алтыннан алқа тақты. Мектепте ғұбайдоллатану факультативті курсын жүргізіп келемін. 2021 жылы осы бағыттағы әдістемелік құралым өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Маңғыстау облысы бойынша филиалынан бекітілді. Биыл Ғұбайдолла Айдаров шығармашылығын интербелсенді технология арқылы оқыту атты авторлық бағдарламам республикалық деңгейде таратылды. Бүгінде өзім республикалық білім мазмұнын сараптау орталығының сарапшысымын. Шәкірт пештегі қызыл шоқ секілді, дарынды танып, қызарған шоқты үрлей білсең, оның маздап жанары сөзсіз. Шәкірттерім пәндік олимпиадалардың, түрлі шығармашылық сайыстардың, облыстық, республикалық кезеңінің жеңімпаздары. Бұл да оқушыларымды шығармашылыққа баулудағы еңбегімнің бір көрінісі деп білемін. Бүгінде облыстық Шыңырау әдеби мәдени кітап оқу клубының Ақшұқыр ауылдық филиалының жетекшісімін. Облыс, республика көлемінде тың идеяларым мен баяндамаларым тыңдалды. Ұлы ойшыл Дедур айтқандай, әр мұғалім өз шығармашылығын шыңдайтын кәсіби байқауларға қатысып отырған абзал. Бір жылдың ішінде республикалық деңгейдегі 4 бірдей байқауда жеңіске жеттім. Әр жеңіс маған жаңа күш, шабыт сыйлап, алдымда үлкен мақсаттар тұрғанын еске салады. Сынып жетекшілердің кәсіби дамуына арналған сыныппен бірге авторлық жобам облыс көлемінде жүзеге асуда. Бұл республикалық педагогикалық идеялар фестивалі конкурсында мені жеңімпаз атандырған жоба. Бүгінде өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығының ұсынысымен сынып жетекшілік бағыт бойынша бірнеше онлайн семинар өткізіп, өңір педагогтерінің кәсіби өсуіне өз үлесімді қосып келемін. Мен үнемі
бұл еңбегім баланың болашағына қандай үлес қосты деген сұраққа жауап іздеймін. Өйткені адал азамат тәрбиелеу жолындағы нақты қадамым нәтижеге бағытталуы тиіс. Міне, үздік тәжірибе таратудағы басты мақсатым да осы болмақ.